Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осы Алматы кітап бойынша 7-ші сыныптан файлдармен жұмыс бойынша тапсырманы бірге шешейік. Ең алдымен файл дегеніміз не? Бұл деректерді тұрақты жадта, мысалы қатқыл дискіде ұзақ уақыт сақтауға арналған дискінің атау берген аймағы. Енді осы файлмен жұмысты біз Python тілінде қалай жұмыс жасаймыз? Ол үшін бізге осы режим түрлерін жаттап алу қажет. Басты режим түрлері ол write деп аталады. Файлды мәтіндік режимде ашады, немесе write W белгісімен жазаласыр, немесе write десеңіздер болады. Жаңа файл жасап, оған деректі жазады. Егер мұндай файл бұрын жасалған болса, оған жаңа деректі жазу үшін дискісі өшіреді. Және де append деген A деген әрпі, ол алдын ала жасалған файлды ашып, ондағы жазбалардың соңына жаңа деректерді қосып жазады. Нақты B, T және де плюс таңбасын ол таңбаларды көбінесе қолданбайды. Басты қолданатын біздің режимдеріміз ол R, W және A. Read, write, append деп аталады. Енді біздің есебімізге көшейік. Бұл жерде мен сіздерге бірінші тапсырманы талдап көрсетейін. Бірінші тапсырма бойынша бізге input.txt мәтіндік файлында аралары бос орынмен ажыратылған A, B, C бүтін сандары берілген. Осы сандардың арифметикалық ортасын табатын программа құрастырып, нәтижені output.txt файлына жаз дейді. Бізде яғни input.txt-да 10, 20, 30 деген сандар болуы қажет. Осылардың бүтін сандарын бізде арифметикалық ортасын тауып, бізге output.txt-ға 20 деген санды экранға шығару қажет. Ең алдымен енді біз осы input.txt деген файлымызды құрып алу қажетпіз. Жалпы өздеріңіздің PyCharmмен жұмыс жасайтын боламын. PyCharm қай жерде, яғни сіздердің Python файлыңыз қай жерде сақталған, сол файлдың қасына сіздер келесі текстовый документті ашасыздар. Текстовый документті сақтаймыз. Сохранить как, яғни блокнотта. Осы жерде жазамыз input, яғни үлкен әріптермен жазылған. I дегені input .txt. Txt файлы деп қалдырамыз. Сақтаймыз. Мына жердегіні өшіріп тастаймыз. Бізге қажет емес, но неке input.txt деп сақталғаны қажет. Енді осының ішіне біз 10, 20, 30 деген сандарды беріп сақтап қоямыз. Өзіміз жасамыз, сақтадық. Осыны жанында сақтау қажетсіздер. Себебі егер де сіздер мына Python файлын жанына емес басқа жерге сақтайтын болсаңыздар, онда сіздерге осы жерге жазу қажет болады. Яғни пультін көрсету қажет болады код жазатын алдында, ал бізге жанына сақтаған ыңғайлы болады. Және де бірден бізге файлды тауып беретін болады. Файлды жазу үшін айнымалын беремін. Мысалы, бізде файл болғандықтан атауын біз F1 деп бере берейік. Бізге енді осы input.txt деген файлымызды және құрып қойдық. Енді ол файлымызды ашу қажетпіз. Ашу үшін біз open деген сөзді қолданамыз. Input.txt дейміз. .txt. Енді осы біздің файлымызды бұл оқу қажет. Сол үшін біз R дегенді жазамыз. Бағанағы оқу режимін. Бұл файлдармен жұмыс жасаған кезде бізге 4 қағиданы есте сақтау қажет. Ол оны ашу, жабу, оқу, жазу. Ашу ол бізде open, жазу бізде write, оқу бізде read және жабу ол close. Әрбір файлымызды ашқаннан кейін оны жауып отыруымыз қажет. Себебі деген есептерді шығарып, біз егер де файлды жаппай шығара беретін болсақ бір файлдың ішіне, онда программада қате шығуы мүмкін. Сол себепті әр файлды жауып отыруымыз қажет. Мысалы, осы жерде біз енді ABC деген мәліметтерді енгіземіз. ABC деген бүтін сандарды енгіземіз, және ол бізге бір жолда көрсетілуі қажет. Берілгеніне қарайтын болсақ, 10, 20, 30 дегеніміз барлығы бір жолда жазылып тұр. Бір жолда жазу үшін біз map функциясын қолданамыз. Енді ол бізде бүтін сандар, int. Осы жерде біз енді файлдың ішіндегі мәліметтерді оқуымыз қажет. F1.read дейміз. Және де sprint дегенді қолданамыз. Бір жолға жазып, осы файлдағы мәліметтерді оқыдық. Ары қарай, енді біз үшінші айнымалы берейік, мысалы E деген айнымалы болсын, ол бізде тең, яғни үшеуінің қосындысының арифметикалық ортасын табу қажет бізге. A, B, C
қосамыз және арифметикалық ортасын табу үшін оны 3-ке бөлеміз. Келесі, бұл инпуттан бізге мәліметтерді оқып, оны арифметикалық ортасын табады да, енді аутпутқа шығару қажет. Аутпутқа шығару үшін біз F2 деп берейік. Оны бізде open және де output деп жазамыз. .txt. Осы файлда бізде жаңадан жазып экранға шығару қажет. Жазу бізде all write. Тағы да жазамыз f2.write. Осы файлға жазамыз. Бізге экранға осылардың қосындысын арифметикалық ортасын шығарып беру қажет. Яғни оны міндетті түрде біз жолдық мәліметіне өзгертеміз және де бізге қажетті e деген айнымалыны экранға шығаруымыз қажет. Бұл жерде бағана айтып өткенімдей, біз файлдарымызды жабуды ұмытпауымыз қажет. F1 close және де F2.close. Осындай түрде бізде кодтарымыз аяқталды. Енді тексеріске жіберіп көрейік. Жіберген кезде ешқандай қате жоқ. This finishes with x код 0 деп тұр, ешқандай қате жоқ, яғни біздің кодымыз дұрыс орындалды. Енді осы кодымызды тексеруіміз үшін бағанағы input деген біз файлды құрастырып алдық. Output деген файлды біз құрастырмаған болатынбыз. Программаға жаздық, бізге автомат түрде экранға шығарып берді. Осыны екі рет басатын болсақ, 20 деген санды экранға шығарды. Яғни біздің есебіміз дұрыс шығарылды. Инпутқа 10, 20, 30 деген санды енгіздік, ал аутпутқа бізге 20 деген қосындының арифметикалық ортасын тапты. Яғни 10, 20, 30 мынаяқта бізде 10-ға 20-ны қоссам 30, 60 болады. 60-ты 3-ке бөлеміз, бүтін бөлігін алады, бізге 20 деген санды экранға шығарды. Осындай есептер жинағының жауабын алғыларыңыз келсе, 4-ші бөлім бойынша сіздерге Python 0-ден бастап атты курсын ұсынамын. Курсқа тіркелу үшін комментарий астына плюс белгісін қалдырыңыз.